Қалайсыздар, жағдайларыңыз қалай? Мынау деген аллергия дегеннен құтыла алмайтын болып Алматыға келіп едім, одан сайын қозып жатыр. Ақтөбеге көшіп кетемін ау деп ойлап жүрмін деп атсаң да. Ал ертең бізде маңызды күн, соған көйлек іздеп, костюм іздеп, ой басқа кетті, вообще айта алмаймын. Ой қыздар, шашап отырмыз Қазбек екеуміз. Көйлек таппадық, Қазбекке костюм шалбар таппадық. Білмеймін не істейтінімізді. Ана. Өстіп өзі ауру ұстап кетеді, жақсы көріп кетеді вообще. Иә? Жақсы көріп кетеді. Жақсы көріп кетеді ме? Сен жақсы көріп кеткен емес, жақсы көремін. Жақсы көріп кетеді. Анда-санда бірақ айтады қоғам келеді. Тіліңді сүйреп ал. Так что тіліңді суырып алғысы келетін еркектер бар екен, тілдеріңді қысқартып жүру керек екен. Но біздің тіліміз қаншалықты қысқартамыз дегенмен қысқартпаймыз. Мен өзім сөйтіп алдап алып келдімше, қысқартамын, тілімді көп сөйлемеймін депші. Алдап, сулап, пожалуйста, айтқаныңды жасаймын, жүрші. Енді бұзық болмаймын, сөз қайтармаймын, енді қызғанбаймын деп. Ойбай деп сөйтіп алдап солап әкелдім. Енді сөйтпесең қазір болмайды. Ары кетсе 3 күн деймін да, 3 күн. 3 күн сөйтіп, ойбай, зоным, шашама. Бәрі жағдайың жақсы ма? Шашым өсіп кетті ғой, шай ішесің бе? Бүгін бірінші күн өтіп кеткен. Қандай тамақ жейсің, қандай тамақ істейін, жағдайың жасайын, аяғыңды уқалайын деп жүресің 3 күн. 3-ші күннен бастап? 3-ші күні сөз қайтара бастайсың ғой, тілің ұзарады ғой. Не болды сонша? Қолың жетеді ғой, албаса өзің. Дайындай сал, жей сал өзің. Онда мен жасап беруім керек па? Әйел деген құл емес, біліп алсаң. Соны деп сөйтіп шығасың ғой. Сен оған жеткізбей өлтіріп тастау керек болып тұр ғой. Әзіл құрсын. Сондай көйлек іздеп жүрміз. Ертеңгі күн біз үшін ауыр күн болайын деп тұр. Керемет күн еще.